Сәлем достар, бүгін мен сіздермен бауыр котлетінің жасалу жолымен бөлісетін боламын. Ең алдымен біз бауырымызды ет тартқыштан өткізіп алып, 2 жұмыртқамызды қосып, 1 келкі болғанға дейін жақсылап араластырып аламын. Қажетті заттардың барлығын алдын ала дайындап алдым. Жасалу жолы өте оңай, достар, жасап көрсеңіздер болады. Менің видеомды соңына дейін қарап, арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін басып кетуді ұмытпаңыздар. 1 келкі болғанға дейін араластырып алып, 1 кесе сүтімізді құйып, үстіне ет тартқыштан өткізілген сәбізімізді қосып аламыз. Пиязымыз бен картошкамызды өткізіп қойған ет тартқыштан бұлардың барлығын қосып, жақсылап 1 келкі болғанға дейін араластырып аламын. Қажетті заттардың барлығын астында описание бөліміне жазып қалдырамын. Және де қажетті видеолардың сілтемесін қалдырып кететін боламын. Ұнаған видео болса, арнама өтіп көрулеріңізге болады. Барлығын 1 келкі қылып араластырып алғаннан кейін, енді бұның үстіне қара бұрышымызды қосып, өздеріңіз татымына қарай қосатын боласыздар. Шым-шым кішкене тұз қосып жібереміз. Тұзды да өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша қосып алыңыздар. Егерден аз болатын болса, біреуін пісіріп көріп, одан кейін де тұзын қоссаңыздар болады. Қажетінше ұнды қостым. Қатты қою да болып кетпеу керек. Енді барлығын 1 келкі қылып араластырып аламын. Барлығы 1 келкі болғанға дейін араластырамын. Егерден қою болып кететін болса, үстіне кішкене сүт құйып жіберсеңіздер де болады. Осы кезде газымызге тапамызды қойып, майын құйып, қыздырып аламыз. Достар, менің арнамда овсянкадан жасалған котлеттінде жасалу жолы бар. Соны өтіп көрсеңіздер болады. Әлеуметтік желіде өз достарыңызбен де бөлісулеріңізге болады. Ол мен үшін өте маңызды. Қызып тұрған майымызға котлеттерімізді салып, 2 жағы қып-қызыл болғанға дейін қуырып аламыз. Сіздер де жасап көріңіздер, өте дәмді болып шықты, және де көп уақытыңызды алмайды, тез дайын болатын котлеттердің бірі. Жасап көріп, комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Отбасыңызға қатты ұнайтынына сенімдімін. Асты қызарғаннан кейін екінші бетіне аударып, пісіріп аламыз. Қатты қызыл болып күйіп кетпеу керек, қарап тұрыңыздар. Котлеттеріміздің барлығын солай қып-қызыл болғанға дейін пісіріп аламыз. Мына котлеттеріміз дайын болды, достар. Сіздер де жасап көріңіздер. Менің видеомды соңына дейін қараған болсаңыздар, сіздерге алғысым шексіз. Келесі видеода Алатау салатының жасалу жолымен бөлісетін боламын. Кездескенше сау болыңыз.